Міне сондай бір мәдениеттер, сондай бір нанымдар, сондай қате түсініктер исламға да қосылған. Грек философияларынан. Вахдатул вуджуд деген сияқты мысалға иттихадул деп келетін жаңағы нелер бар. Бүкіл әлем жаңағы софыларда келеді ғой. Құл құдай, құдай құл деген. Бәрі бір нәрсе дейді. Бұл да үлкен қате сенім. Біз білеміз. Кезінде сондай бір адасушы ағымдардан болған. Мына не жайында сіздерге осы жайында жалпы түсінік болу үшін қосып кетіп жатырмын. Бізде көп кететін нәрсе ертең алдарыңыздан келеді. Қожа Ахмет Яссауи жайында. Бірақтан сол кісіні әспеттеп Яссауишілер деген арнайы тарихаттықтың топына атылған бір топ бар соблықта. Бірақ сол кітабына ұстаған кезде өлген адам артынан егер мұсылман болатын болса, узкуру махасина маутакум деген сияқты, өлгендердің тек жақсылығын айтыңдар деген сияқты, біз ол кісілердің артынан бір жамандық сөз айту үшін емес. Яссауи Қожа Ахмет өз заманда өмір сүрді, мүмкін дінге қызмет істеді, мүмкін жақсы жақтары көп болды, дүниеден өтті, бірақ адам баласы ғайбат етуге болмайды дейді, бірақтан ғайбат ету 6 жерде рұқсат етілген. Егер оның сол теріс қылығы өзгелерді адастыратын болса, адастырушылыққа түсіп кетпеу үшін оны айтуға болады дейді. Сондықтан кез келген жерде сіздер сол Яссауидің артында қалған еңбектің аты не? Диван-и хикмет дейді. Диван деген дәптер деген сияқты, хикмет дәптер. Хикмет кітабы болмаса. Сол кітаптың мен өзім бірнеше рет оқып шықтым. Оқыған сайын қате табатын сияқты болып тұрасың. Бірақ соны бізге дейді тәпсір керек жоқ дейді. Бізге Құранның түріктер үшін тәпсірі сол кісінің диван хикметі дейді. Бірақ естеріңіз болсын, бұл қате пікір. Себебі өздеріңізге де оқып көруді сұранам сол кітапты. Егер сіздер ислам жайында хабарларыңыз болған болса. Болмаса онда өздеріңізді күмәнға салбай қойыңыздар. Сондағы бір екі мәселе. Ол мәселенің негізі неден басталады? Аманат дегеннен басталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менің үмбетімнен сондай керемет бір кісі шығады, соған менің аманатым бар, кім жеткізеді деп сахабаларға айтады деп тарихы басталады. Сонда ешкім жеткізе алмайды. Олға дейін бір 8 жыл бар екен, 8 ғасырдай уақыт. Ол құрма екен де аманат. Бірақ қай хадисте бар еді пайғамбарымыз құрманы аманатқа қалдырды. Егер Хазіреті Омар Қағыбаны айналған кезде қара тастың қасына келіп, қара тасты сүйетін кезде не деп айтты? Сенде ештеңке жоқ деді. Тассың сен деді, бар болған. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйген үшін сүйіп жатырмын, сүннет қана. Сенде еш нәрсе жоқ деді. Егер кейбір деректер болса, жаннаттан түскен дейтін сол тасты сондай бір құрметті орынға қойып, кеше соны қою үшін таластар туып, исламға келмей жатыр. Ол біресі халифат былай olsa сондай құрметтеген таста біз ештеңке қасиет, құдірет жоқ дейтін болсақ, жеп 24 сағаттан кейін шықты деген құрманың сүйегінде қасиет бар деу үлкен қателік бірінші. Есімізде болсын. Одан кейін негізі мақлұқ заттарға еш уақытта толық қасиет берілмеген. Оған көптеген оқиғалар дәлел. Мысалға біз Мұса пайғамбардың оқиғасын алып келген кезде көбінесе біздің ойымызға не түседі? Ол кісінің асатаяқ. Көп адамдар бойынша сол асатаяқта керемет бар болды деп есептейді. Аллах Тағала шынымен де оның бір белгі ретінде оның таяғын айдаһарға айналдырды. Оның таяғымен жаңағы тастардан бұлақ шықты, 12 бұлақ. Оның несіменен таяғын ұруменен теңіз қаққа айырылды, 2 айырылды. Бірақ сол кезде ел шөлдеген кезде Мұса алейхисаламға айтты ма? Сен таяғыменен тауды ұрда су шығарып пеш деп айтты ма? Жоқ. Аллахтан сұрашы, бізге су керек деді. Теңіздің қасына келген кезде, ой сен таяғың бар, көрді, таяғының жыланға айналатынын көрген олар. Таяғыменен су шыққанын көрген. Бірақ теңіздің қасына келген кезде, сол сынаққа өтпеген қауымның өзі, ай таяғымен тезірек теңізді ұрып жібер, өтіп кетейік деп айтты ма? Айтқан жоқ. Тек білді олар таяқта еш нәрсе жоқ екенін, бүкіл іс, бүкіл құдірет, бүкіл жақсылық, бүкіл жамандықта Аллахтың қолында екенін. Білді олар. Болмаса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты ма? Қорықпаңдар. Майяру фахуа сайхадин айтты, менің бір Раббым бар, ол маған тура жол көрсетеді. Бірақ айтқан жоқ, менің бір таяғым бар деп. Енді біздер де сондай бір нәрсеге асықпаңыз. Енді сол құрбан кім жеткізеді деген кезде Салман Фарси деп келеді орын айту бойынша. Болмаса арыстанбапты айтылған соны бір шатастырады сол жерлердің өздері.
сахаба болған екен, мен жеткізетін едім, бірақ өмірім жетпейді ғой деп айтты дейді. Сонда пайғамбар дұға қылыпты, сенің өмірің жетеді деп. Сөйтіп сол кісі 8 ғасырда өмір сүріп кеп, алдынан 6 жасар бала жүгіріп шығады. Сөйтті жаңағы менің аманатым кәдім деп бірден сұрайды дейді. Сөйтіп сүйегін береді дейді. Сонда айтқан екен дейді, ойпырмай нәрін жеп сүйегі ғана қапты ғой дейді. Енді сізге түнемек болсын, маған тілемек болсын деп айтты дейді. Сөйтіп құрастырады. Сол жерде сөз. Сөйтіп ары қарай ойдан құрастыру басталады. Бірақ пайғамбарымыздың сахабалар ішіндегі ең ұзақ өмір сүрген Анас ибн Малик 92 хижри жылы ма қайтыс болған. Сол күннен өтті. Ешбір сахаба имам Ахмед жаңағы Қожа Ахметтің тұсынан өмір сүріп келген жоқ. Ешбір сахаба. Онда burada нақты тарихи үлкен өтірік тұр burada. Қателік емес, өтірік тұр. Өтіріктен басталады. Одан кейін сол кітаптың ішінде анал хақ жақталады. Яғни мен құдаймын деп айтқан сөз жоқ. Оны басқа сөзбен түсіндіруге салады. Ондай нәрсе болған. Халлаж дейтін еді ме? Яғни мен құдаймын деп келген еді. Мен құдаймын деді. Ол кезде мұсылманшылық күшті еді. Мұсылмандар оған айтты, тәубе қыл деді. Тәубе қылудан сұранды. Бірақ ол тәубе етпеді. Қамауда ұстады, тәубе қылмады. Тексеруге жіберді. Ақыл есі дұрыс бар еді, ақыл есі дұрыс болып шықты. Тәубе қылуға бұйырып еді, тәубе қылмады. Мен құдаймын деп сөзінде тұрып алды. Кейін сол халлажды, мен құдаймын деген халлажды шариғат бойынша өлім жазасына кесті, басын шабуға. Сонда қараңыздар, кей кезде соның шәкірттерінен кейбіреулері шынымен оны құдайды сеніп те қапты да. Сеніп те қап. Оған өлім жазасы келіп, басын қылышпен шабылатын кезде қасында қазір қылыш өтпей қалатын шығар деген сенімде тұрған шәкірттер де болған екен. Аллах қап, шапты да сол бас. Тауып қапты шәкірттердің бірі. Мұқалай деп. Ондай болатын болса, анал хақ. Сол дұрыс деп есептейді да, содан кейін Ферғауынды да соны ақтап шығады да, Ферғауын иманы күшті болған. Сен ол білді, Құдай бір, құл дегеніміз Құдай, Құдай дегеніміз құл деген сөзді білді. Сондықтан ана раббукул а'ла, мен үлкен раббым менмін деп айтқан дейді. А біз Құранда Аллах Тағала сені қиямет күніне дейін белгі болсын сақтап қойдым дейді. Оған бұл дүниеде азап көріліп жатыр, ертең қияметтегі азабы үлкен одан да қатты азапқа түседі деген аяттар бар. А біз оларды ақтағымыз келеді. Аллах Тағала олар азапқа ұшырайды дейтін болса, күфірлігі пайғамбар зиян келетін болса. Сондықтан расында барынша